Мен түсірем ғой. Құрметті қалайық. Мінекей қараңыздар, бәрімізге деген үлкен үлгі. Өзімізге ғана болса бір сәрі, біз оның бәрін көргенбіз, басымыздан өткен. Біздің аталарымыздың, әкелеріміздің басынан өткен нәрсе. Жаңа мына Мұратжан айтып кетті ғой, қандай қиыншылық көріп кетті біздің халық. Қанша халық қырылды біздің ұлттың өкілдері. Енді бүгінгі күнде мынаны сәндеп, өңдеп, сөйтіп қойып, мына мемлекеттік шекараның столбысын символын қойып отыр. Бұл не мазақ? Бүгін мінеке 35 жылдық келе жатыр желтоқсанымызға. Қанша біздің азаматтарымыз, батырларымыз қырылып кетті. Сондағы міне істеп отырған мына істер ме бұл? Бұл мемлекет қайда қарап отыр? Әлде мында Сағынтаев әді істеп отырған, мына кімге, Тоқаевқа қарсы істеп отырған ма? Или қазақ халқына қарсы істеп отырған істері ме? Қалай деп түсінуге болады? Құрметті Сағынтаев, қане түсіндірші сен? Сен Қазақстанда тұрасың ба, басқа мемлекетте тұрасың ба? Әлде Ресейге көшіп кетіп, тек қана мына жақтан жала қалып жүрсің ба? Түсіндіріп айт бізге, халыққа. Мінекей мен Қазақ ұлттық патриоттар қозғалысының өкілі есебінде өте наразымын мынандай істерге, өте ренжішемін. Және түгел ертең мінекей біз не жасаймыз, шеру жасаймыз 16-сында. Сонда бәріне де айтылады, бәріне де жеткізіледі. Не сұмдық біз, не жағдайға кетіп барамыз. Орыстар деген өзінкін тыққыштап отыр. Біз өзіміздің ұлттықты тыққыштаудың орнына кешегі желтоқсанның өзіне әлі баға берілген жоқ. Қанша халқымызда қырып кетті. Мына біздің Жаңаөзендегі жағдайға баға берілген жоқ ешқандай. Тек қана мына қырып кеткен бүгінгі күндегі мына біздің жастарымызды, батырларымызды қырып жүрген Назарбаевтар талтаңдап әлі жүр. Тағы да қырғысы келгені ме? Бұл біздің болашақ сәбилерімізге, біздің балапандарымызға үлгі көрсетейін деп тұр. Өстіп мінекей орыстың империясы әлде бізді езгілейді деген сөзі. Біз соған көнеміз бе? Азаматтар, көнбейміз бе? Біз шамамыз бар ма, жоқ па? Еріміз бе, жоқпыз ба? Қазақпыз ба, жоқ па? Батырдан тұқпа, қатындан тұқпа, тудықпа. Ойласаңдар, шалтындар. Бұл не сұмдық? Жылағым келеді, мынаны көрсем жылағым келеді. Бұл не сұмдық? Бұл ешқайда ұйықтасаң түске кірмейтін нәрсе ғой. Неге ондай нәрсе істеп отыр? Әдейі істеп отыр мұның бәрі. Мұның істеп отырған жаңа Назарбаевтың бастамасы, соның ақылы, соның пікірі, соның идеологиясы. Ал енді күнде теледидардан оны көрсетіп, батыры оны анау ағылшындарға көрсетіп, анау американецтерге көрсетіп, ой мынау қазақтың батыры, ол болмаса Түркияда қосылмас еді, ол болмаса Ердоғанды қостамас еді, Ресейді де кешірмес еді дегендей әңгіме, қырт әңгіме айтып отыр. Не масқара, кімді мазақ қып отырай бұлар? Кімді ит қып отыр? Ойлаңдаршы, азаматтар. Мен шыдамайды. Мына Назарбаевты енді асып тастауда аз, бірақ бұл қақпас өз өліммен өлмейді. Құдайдан сұрайым, осы қақпасты тезірек өлтірші, мына халық құтылсын, демалсын. Рахмет, құрметпен Нұрлан Бұланбаев, Қазақ ұлттық патриот. Барахаңа.